Сонан соң тағы бір сұрақ қою мүмкін. Осы намаздан соң болсын, Құраннан соң міндетті түрде сонда дұға қылу керекпіз бе дейді. Міндетті түрде сонда әр намаздан кейін дұға қылып бетіміз сипай береміз ба, дұға қылып бетіміз сипай береміз ба деу мүмкін. Оған қарапайым жауап, бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: дұғаның қабыл болу орындары. Дұға әрбір сауап амалдан кейін қабыл болады. Енді ойлаңыз, сіз бір сауап амал жасадыңыз, сол кезде сауап амалдың артынша сізге дұға жасауға момент туып тұр. Сіз сонда оны өткізе саласыз ба? Айтыңызшы. Алла тағала сізге мүмкіншілік беріп тұр да, пайғамбар үйреткені бойынша, сіз бір сауап амал жасасаңыз, соның артынша сұрасаңыз Алла береді. Намаз сауап па, сауап емес па? Сауап қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадис бар. Хадис құддуси. Алла тағала пайғамбардың аузымен айтады: мен өзімнің пендеме, дейді Алла тағала, ең сүйген ісім ол менің парыздарым дейді. Яғни парыз амалын орында салсымен дұға қылсаңыз Алла береді. Бірақ бір кісі айту мүмкін: міне пайғамбарымызда сахих хадис бар, пайғамбарымызда, одан кейін келген Абу Бәкір де намаздарында тек қана имам отырып: Аллахумма антассалам ва минкассалам илейка ярджуссалам фуранка роббана язил джалал вал икрам деп айтып, сосын дереу тұрып кеткен дейді. Хадис бар сахих. Осы хадистің бірақ шарқында айтады, Алау Сунан деген кітапта. Иә, содан мақсат сіздер көрмедіңіздер ме? Біздің имамдарымыз да сөйтеді. Намаз оқып болады да, қыблаға қарап отыра ма? Сол күйі жоқ. Бұрылып жамағатқа қарап отырады. Нені білдіреді білесіздер ме? Бұдан кейін намаз оқымаймын дегеннің белгісі. Яғни намаз оқып болдым, енді намаз оқымаймын қазірше деп бұрылады. Пайғамбарымыздың осы амалды жасаудың себебі сол еді дейді. Пайғамбарымыз намаз оқиды да, Аллахым тағы да отырса халық отыра беретін еді. Түсінесіз ба? Сапта. Бірақ ол кісі Аллахум антассалам ва минкассалам деп айтып, дереу орнын ауыстырып кететін. Одан кейін мысалы сүннет намаздар оқылатын, одан кейін дұғалар жасалатын. Бірақ имам орнын өзгертетін. Біздің имам да сөйтеді. Парыз намаз оқып болған соң өзгертеді. А мүлде намаз амалы біткен соң теріс бұрылып, мысалы сіз халыққа оң жүзін бұрып отырады. Бұл дегені имам таманынан халыққа нұсқау, яғни біз жамағат намазын тәмамдадық. Яғни менің қызметім бітті сіздердің алдыңызда деп бұрылып отыратындығы. Содан